Кайырлы күн каналымның оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осы творогтың пайда болу және жасалу жолын осы видеода толық көрсететін боламын. Ол үшін менімен соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен қызым табынға сиырды әкелуге барады. Сіздерге тұрған жердің табиғатымен де бөлісейін дедім. Алдымызда Қазақстанның ерекше әсем киелі жері деп те айтсам болады. Қатон-Қарағай ауылы. Қазақстанның шығыс өңірінде орналасқан 3000-нан астам тұрғыны бар. Өзінің таулы емдік шөптерімен, балымен, балқарағаймен мақтанады. Ауылымызда 3 табын бар, соның бірінде сиырларымыз бағылады. Қарап тұрғандай осы жоғарыдан сиырларымыз түсіп жатады. Соны қызымыз бен халық та қарсы алып тұрады. Шыны керек, өзімде осы кешке табынға барым келіп тұрады, себебі күн ұзаққа жұмыс, шаруа бітпейді. Одан шаршап келгеннен кейін осы жерге барсаң, кең ауада әдемі көріністі көріп, бір демалып қаласың. Жазда әр мемлекеттен, Қазақстанның түкпір-түкпірінен туристер де келіп демалып жатады. Міне табында келіп қалды, енді сиырларымызды іздеп үйге қарай апарамыз. Міне келді, мені түсінбей жатыр, не болды деп қарап тұр. Енді оны қазір сауға көшеміз. Қара тиіз сиыр, бүгін оны байлау керек. Бұл сиырдың басын аяғын байлап қойдық, өйткені бұл тебет бізде. Қара тиіз сиыр, сондықтан байламасқа болмайды. Желінің емшегін міндетті түрде жуамыз. Шауып алдым. Тамыз ай болғаннан кейін қазір шелекті толтырмайтын болды. Енді осы сүтімізді сүзіп алу керек. Сүтті сүзіп алғаннан кейін отқа жылытуға қоямын. Сол кезде сепараторында құралдарын жинап аламын. Сүтіміз жылынды, енді оны сепаратордың ыдысына құйып қосамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бір жағынан қаймақ, бір жағынан абыра тағып жатыр. Міне творогқа сүт дайын, енді оның бетіне марлі жауып, бір күнге ұйығанша қойып қоямыз. Егер тұрған бөлме салқын болса, абрат 2 күнге дейін тұруы мүмкін. Дәл осылай ақ сүттен де творог жасауға болады, айырмашылығы тек майлылығында. Ұйыған сүтті осы тексеруге болады, өзі желеге ұқсап тұрады. Енді жақсы ұйыған сүтімізді бір асты үстіне араластырып, отты қосамыз.
Біраздан кейін қосулы тұрған отта массаның ақырындап сарысу бөлектене бастайды. Тек бір жағы іріп кетпес үшін арасында араластырып тұруымыз керек. Міне ақырындап іріген сүт астына түсіп, сарысу бетіне көтеріледі. Ірімшікті қайнатпаймыз. Қолымызбен кастрөлдің ішін ұстаған кезде қатты ыстық болғанда өшіреміз. Отқа қойғаннан бастап өшіргенге дейінгі уақыт 5-10 минут шамасында. Дайын болған ірімшікті бір күнге осындай сүзбеген күйінде қойып қоямыз. Сонда ірімшіктің дәмі одан әрі дәмдірек болады. Енді бір күн өткеннен кейін сүзіп алған ірімшігіміз толықтай су аққанша осылай тұру керек. Осымен міне кереметтей творогымыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.